Кез келген формада пісірсең де пішінін бұзбайтын печеньенің ең оңай рецепті. Соңына қарай бетіне сурет салуға болатын қызықты идеялармен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыз. Міндетті түрде сізге ұнайтынына сенімдімін және де көптеген лайфхактармен бөлісетін боламын. Ең алдымен бөлме температурасындағы тұрған майымызбенен қант ұнтағын бір келкі консистенцияға келтіріп араластырып аламыз. Мұндағы қант ұнтағы печеньеміздің бетін теп-тегіс етіп тұруына көмектеседі. Одан кейін жұмыртқа мен балымызды қосып, бір консистенцияға келгенге дейін араластырып аламыз. Ең алдымен лопатаның көмегіменен, одан кейін венчиктің көмегіменен жақсылап араластырып алдым. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол үшін мискамызға инелектен өткізілген ұнымызға разрыхитель корицаны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде разрыхителіміз көбейіп кетпеу керек, сонда жақсы формасын ұстайтын болады. Яғни кез келген печатталған форманы жақсы бұзбай шығады сонда піскен кезінде. Содан кейін жаңағы дайындап алған сары майымызбенен жасалған массамызды ұнымызбен араластырып, өте жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Бұл жерде лопатаның көмегімен жақсырақ. Егер қолыңызға жақпысып жатса, ұн қосудың қажеті жоқ. Олар барлығы жақсы араласқаннан кейін осындай приятный текстурадағы қамыр дайын болады. Оның барлығын целлофанға орап, морозилкаға 1 сағатқа қалдырамыз. Ол қатты қатпайды, осылайдан жақсы жайылатын болады. Қамырымызды 5 мл көлемінде жайып аламыз. Қатты жұқа болып кетпесін. Астына ұнды себуді ұмытпаймыз. Одан кейін кез келген формамызды ұнға батырып аламыз. Тестамыз жабысып қалмас үшін. Формамыздың барлығын жасап болғаннан кейін противеньге пергаментті төсеп орналастыратын боламыз. Қалған тестамызды морозилкаға 5-10 минут сақтай отырып, тағы да жасап алатын боламыз. Ерекше болсын деп, осындай формадағы печеньеларды да жасап алдым. Бұндай формамен де болмаған соң, мен қағаздан қиып өз қолымнан форма жасап алдым және пышақпен кесіп шықтым. Печеньелар өте тез піседі. 8-10 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Печеньеларымыз қатты емес, баланың тісіне де батпайды. Өте жұмсақ, әрі қытырлақ болып піседі, әрі балаға да өте қызықты болады. Осындай біреуін шоколадпенен әсемдеп алдым. Егер сіздерде осылайна шоколадпен әсемдейтін болсаңыздар, шоколадты водяной баняда ерітіп аламыз да, ыстық күйінде осылайнан тез-тез бояп алсақ, беттері жылтыр әрі тегіс болып әдемі шығады. Посыпкаменен сәндеп алдым. Егер видеома ұнаса лайк басып, парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Ерекше идеялар мен оңай рецептермен бөлісіп отырамын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.